Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, құрметті кітап сүйер қауым. Биыл өздеріңізге белгілі қазақ халқының ұлы жазушысы, қарымды қаламгер, драматург, аудармашы, әдебиеттанушы, сыншы, қоғам қайраткері Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің биылғы 125 жылдық мерейтойына туған жер киесі дархан дардың иесі атты кітап көрмемізді ұсынғалы отырмыз. Кітап көрмесі 5 бөлімнен тұрады. Кітап көрменің басты мақсаты Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің тағылымын жастардың санасына сіңіру және ұлы тұлғаның ой толғамдарын кеңінен дәріптеу. Бірінші бөлім сұлулықтан сыр суырған суреткер деп аталынады. Бұндағы Рымғали Нұрғалидың, жаңағы Николай Анастасьевтің, Жүз тұңғыш, Айгүл Смақованың Алаш әдебиеттануы, қазақ әдебиет энциклопедия анықтамалардың барлығы бала Мұхтардан Дана Мұхтарға дейінгі Мұхтар Әуезовтің өмірі, туған ауылы, ата-анасы, отбасы, ұрпағы, туған туысы жайында жазылған шығармалар. Келесі мұнда Ахмет Әуезовтің деген бұл Мұхтар Әуезовтің ағасы. 1967 жылы Мұхтар Әуезовтің 80 жылдығына орай бала Мұхтар, жас Мұхтар атты шығармасы. Бұл жаңағы естелігім. Келесі Мұхтар Әуезовтің Мұғамила Мұхтарқызының және қазақ және орыс тілдеріне берілген кітабы. Бұл жазушы Тұрсын Жұртбайменен бірге сұхбаттасқан әкеге деген сағынышы жазылған. Келесі жаңағы мемлекет және қоғам қайраткері, мәдениеттанушы Мұхтар Әуезовтің баласы Мұрат Әуезовтің Ділім деген атты екі кітабы тұр. Бұл кітаптарда Мұрат Әуезовтің жаңағы сөйлеген сөздері, ой пікірлері, жасаған еңбектері бәрі берілген. Және ендігі Мұхтар Әуезовтің өміріне келетін болсақ, Мұхтар Әуезов 1897 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген. 1961 жылы 22 маусымда Москвада қайтыс болды. Алматы қаласында жерленді. Мұхтар атасы Әуезбен, анасы әжесі Дінәсілдің тәрбиесінде өскен. Мұхтар ауыл мектебінен жаңа сауатын ашқан Мұхтар 1908 жылы Семейдегі жаңа Камиледен Хазірет медресесі мен орыс мектебінің дайындық курсында оқыды. Одан кейін 1910-1915 жылдары Семейдегі 5 сыныпты орыс қазына училищесінде оқыды. Оның соңғы жылында Дауылатты алғашқы шығармасын жазды. Сол жылы Семейдегі Семей қалалық мұғалімдер семинариясына оқуға түсіп, оны 1919 жылы бітірді. Сол жерде семинарияда оқып жүріп, Шәкәрім Құдайбердіұлының Жолсыз жаза атты жаңағы дастанының негізін ала отырып, Еңлікебек поэмасын жазды. 1922 жылы Ташкенттегі мемлекеттік Орта Азия мемлекеттік университетінде оқуға түсіп, сол жерде жаңағы Шолпан санаты редакцияларда жұмыс істеді. 1923 жылы Ленинградтағы мемлекеттік университетте оқыды. Одан 1928 жылы жаңағы Ташкенттегі Орта Азия мемлекеттік университетінің аспирантурасына оқып, білімін жалғастырды. 1932 жылдан өмірінің соңғы күніне дейін жаңағы Қазақ педагогикалық институты, соңғы Қазақ мемлекеттік университеті, Москва мемлекеттік университеті сияқты ірі жоғарғы оқу орындарында ұстаздық қызмет ете жүріп, өзінің әдеби ғылыми шығармашылық жұмысын қатар алып жүрді. Енді келесі асыл сөз, асыл ойлам деп аталынады. Бұнда қазақтың заңғар жазушысы өзінің артына мол әрі бай мұра қалдырды. 20 жасында жаңағы Еңлікебек трагедиясын жазған Еңлікебек трагедиясын жазғаннан кейін 10 шақты жылдың өзінде ол өзінің бірталай еңбектерін, әңгіме, пьеса, роман, аудармаларын жазды. Оны атап айтатын болса, Қорғансыздың күні, Барымта, Ескілік көлеңкесінде, Көксерек, қыр суреттері, қыр әңгімелері, жаңа жетім, Қараш оқиғасы, Қаралы сұлу, Қилы заман, кім кінәлі, кім оқыған азамат, үйлену, кінәмшіл бойжеткен сияқты жаңағы өзінің прозалық шығармаларын жазды. Және Айман Шолпан, Бәйше Тоқал, Ақан Зира, Октябрь үшін, Таң сәріде,
сын сағатта, хан кене сияқты пьесаларында жазды. Және өзінің қырғыз елінің Манас эпосы бойынша жазылған монографиялық еңбегінде шығарылды. Және бір туындыға келетін болсақ, бұл шығармада 17 мыңнан астам сөз бар. Оны жазу үшін автордың 30 жыл уақыты кеткен. 17 жыл бойы ізденісте болған. Қаншама адамдармен сұхбаттасқан, қаншама мұрағаттарды ақтарған, қаншама ұйқысыз түндерді өткізген, және 12 жыл тапжылмай отырып осы шығарманы жазған. Ол әрине Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы. Бұл роман 4 кітаптан тұрады. Бірінші кітабы 1942 жылы шықты, екіншісі 1947 жылы шықты, үшіншісі 1952 жылы шықты, төртіншісі 1956 жылы шықты. Алғашқы 2 томына КСР мемлекеттік сыйлығы берілді, кейін 4 томына Лениндік сыйлық берілді. Бұл қазақ халқының ұлттық энциклопедиясы деп аталынады. Келесі шығарма бұл Мұхтар Әуезовтің 50 томдық шығармалар жинағы. Бұл шығармада 1917 жылдан 1961 жылға дейінгі Мұхтар Әуезовтің жазған әңгіме, пьеса, роман аудармалары және сөйлеген сөздері, баяндамалары, пікірлері, хаттары берілген. Келесі әлем тілдерімен үндестігі деп аталынады. Бұнда қазақ әдебиет саласында Мұхтар Әуезов аударма саласында өзіндік орны бар. Өзінің Абай жолы және Қаралы сұлу, Көкселек тағы да бірталай шығармаларын орыс тіліне аударған, орыс тілін керемет меңгерген жан. Мұхтар Әуезов әлем классиктерінің ішінен Шекспирдің Отелло трагедиясы мен Асауға түсу комедиясын, Джек Лондонның Қасқыр және орыс халқының ұлы тұлғалары Гогольдің Ревизор, Толстойдың Гулька және Той Қарқар, Пушкиннің Евгений Онегин, Афиногеновтың Қорқыныш, Погодинның Ақсүйектер, Треневтің Любовь яровая, Тургеневтің Дворян Ясатты шығармаларын қазақ тіліне аударып, қазақ әдебиетінің алтын қорына қосты. Және Мұхтар Әуезовпен жақсы қарым-қатынаста, достық қарым-қатынаста болып, Мұхтар Әуезовтің бірталай шығармаларын өздерінің орыс тіліне аударған Пантелеев, Дудинцев, Хамраев, Санбаев, Бать, Шухов, Кедрина, Гордеева сияқты жазушылар Мұхтар Әуезовтің Қараш-Қараш оқиғасын, Жетім, Кінәмші бойжеткен тағы шығармаларын орыс тіліне аударылған. Келесі Кемеңгер школасы деп аталады. Бұда Мұхтар Әуезовтің өзінің бүкіл шығармаларын әр қырларын зерделеген ұлы тұлғалар Мұхтар Әуезов туралы шығарған шығармалар қойылған бұл бөлімде. Атап айтатын болсақ, Нұрқатов, Байтанаев, Рымбай Нұрғалиев, тек қана қазақ жазушылар емес, оның арасында басқа мемлекеттерден де осы қарым-қатынаста болған жазушылар Мұхтар Әуезов туралы өздерінің пікірлерін, естеліктерін, өздерінің шығармалары жайындағы ойларын осы кітаптарда берілген. Мұнда Қонаевтың, Зейнолла Қабдоловтың, Дүкенбай Досжанның белгілі Мұхтар Әуезов Алматыда Хан Төлебаев атындағы көшеде тұрған 1951 жылдан 1961 жылға дейін мына үйде тұрған. Сол үйін кейін музей ашты. Сол музейдің алдында өзінің ескерткіші қойылған. Қазақстанның әр қаласында, әр аймақтарында Мұхтар Әуезовтің атындағы өнер орындары, мектептер, ғимараттардың бәрі бар, ескерткіштерді қойылған. Ал енді өзінің мына үйінде орналасқан кітапханасы, бұнда 6000-нан аса кітап қоры бар екен Мұхтар Әуезовтың. Ал енді келесі туынды бұл суретші Евгений Сидоркиннің Евгений Сидоркиннің Абай жолы романы бойынша бейнеленген бейнесі.
осы бір суреттің өзінде Абай жолы романының бүткіл тарихы жатыр. Атап айтатын болсақ, мына ортада Мұхтар Әуезов, мында Қалымов тұр, мында Құнанбай, ар жағында мына бұрышында берілген мола, содан кейін әйелдердің бейнесі берілген, Тәкежан берілген, және жұт берілген, және әуен, домбырамен әуен салған халықтың бейнесі берілген. Жаңа Мұхтар Әуезов өздеріңізге белгілі, Алматыдағы өзіміздің Мұхтар Әуезов атындағы драма театры бар, ол жаңағы Мұхтар Әуезов атындағы драма театры 1961 жылы жаңағы есімі берілген Мұхтар Әуезовтың. Ал жаңағы ескерткіші 1980 жылы орнатылған. Мына Шығыс Қазақстан облысындағы туған жер бағдарламасы бойынша Мұхтар Әуезовке орнатылған ескерткіш. Және Мұхтар Әуезовтің шығармаларының желісі бойынша көптеген кинода түсірілген жақсы білесіздер. Оның ішінде жаңағы Абай туралы кинода түсіріліп жатыр. Қараш-қараш оқиғасы, Шындағы шынар, Қаралы сұлу, жетім деген кинолар түсіріліп жатыр. Мынау енді Қараш-қараш киносындағы үзінді беріліп отыр. Және мына келесі Мұхтар Қазақстан пошта маркалары білесіздер ғой, өздеріңіздер. Сол биылғы жыл 2022 жылы Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арналған пошта маркасы. Ал мұндағы келесі бұл Мұхтар Әуезовтің 100 жылдығына арналған пошта маркасы, астында монета шығарылған Мұхтар Әуезовке арналып. Ал астыңғы жақта орналасқан кітаптар бұл қазақ халқының ұлы жаңа ақындары Кенен Әзірбаев, Қорқанбек Аманжолов, Несіпбек Айтұлы, Қасым Аманжолов, Ілияс Есенберлин, Мұхтар Шаханов, Сырбай Мәуленовтердің жаңағы Мұхтар Әуезовке арнаған өлең жолдары берілген. Ал келесі мерзімді басылым тарихи дерек деп аталынады. Бұл жерде Абай журналы. Абай журналы бұл қазақ журналистикасында ең ірі басылымдардың бірі. Бұл журналды ең алғашқы ашылу үшін қазақ зиялылары 1914 жылы ұсыныс тастаған. Сол жылы ұлы Абайдың жаңа қазасына 10 жыл толған кезде үлкен жиын өткен Семейде. Сол жиында осы журналды ашу туралы жаңағы өздері шешім қабылдаған. Журнал 1918 жылы ақпан айынан бастап шыға бастады. Бұның ең басты негізін салған Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов. Бұлар екеуі жаңағы екеу деген жаңа бүркеншікті атпенен өзінің бүткіл жаңағы қол қойып, өздерінің мақалаларын жариялап отырған. Алаш орда жаңағы өкіметі құлаған кезде бұл журналда жабылып қалады. Ол кезде небәрі 12 саны ғана жарыққа шыққан болатын. Кейін араға 74 жыл салып, тәуелсіздік алғаннан кейін 1992 жылы бұл журнал қайта шығатын болды. Ал енді мұндағы тұрған біздің кітапханамызда архив ретінде сақталған осы Абай журналының 93 жылдардағы, әр жылдардағы журналдар қойылған. Бұл журналдарда Мұхтар Әуезовтің жаңағы оқу ағартушысы, әйел теңдігі, және тарих, өзінің шығармалары туралы мәліметтер берілген. Одан басқа жаңа өзіміздің қазіргі алып жүрген Ақиқат журналы, өзіміз тану, қазақ әдебиеті, Простор, Мысль, жаңа Абай атты журналдарда Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы туралы шығармалар берілген. Құрметті оқырмандар, өздеріңізге белгілі артына мол бай мұра қалдырған Мұхтар Әуезовтің бүгінгі жаңағы бай мұрасын таныстырған Бозталар аудандық кітапханасының библиографы Карбозова Өскенбайқызы. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Көзбен көріп көңілге түйген кітаптарыңыз болса, жақында кітапты көруіңізге болады, үйлеріңізге алып оқуларыңызға да болады. Есік ашық, келіңіздер, көріңіздер, оқыңыздар.